Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз нан салма дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің инста парақшам менен YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға 2 стақан жылы су құямыз. Одан соң 1 чайный ложка тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін 1 жұмыртқаны аламыз да ыдысымызға салып, одан кейін жақсылап араластырамыз. Енді ұн қосып, қамыр илейміз. Қамырды өздеріңіз қалғанша илейсіздер, қатты жұмсақ болып кетпесін. Енді бетін жауып қоямыз. Керекті заттарын дайындаймыз. Сәбізді, пиязды, картопты, барлығын сырттарын ашып жуамыз да етті дайындап қоямыз. Мінекей барлығын осылай көбіктап турап аламыз. Енді ыдысымызға май құйып, оның үстіне бірінші етті, одан кейін пияз салып араластырып аламыз. Одан соң сәбізді саламыз, одан кейін барып картопты салып қуырып аламыз. Мінекей осындай болып шығуы қажет. Бұл әлі ұзақ уақыт тұру керек. Енді қамырды дайындаймыз. Ол үшін қамырымызды осылай жұқа етіп жайып аламыз. Одан кейін қатты жұқа болып кетпесін, өйткені бізде бұл жерде нан салма болғандықтан қатты жұқа болмасын. Неке осылай ортасынан бөліп аламыз. Енді дөңгелек жағына жақпастан бұрын жабыспау үшін ұнды салып алу керек. Сол кезде бізде дәмді болып шығады және де жабыспайды қамырымыз бір-біріне. Осылай дөңгелек жағынан бастап, видеода көрсетілгендей етіп орайсыздар. Неке осылай орап алғаннан кейін осындай кесіп аламыз пышақпенен осындай деңгейде. Осылай барлығында кесіп дайындап аламыз. Және де ашуды ұмытпау керек. Араларын ашып қою керек. Осылай видеода көрсетілгендей етіп. Неке біздікі дайын. Енді осыны қайнап тұрған суға салып пісіріп аламыз. Неке біздің нан салма дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда да өте көптеген рецепттер шығады. Және де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ендеше сау бол.